Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін бізге AliExpress сайтынан 3 посылка келіп тұр. Дәл қазір біз осы 3 посылканы ашып, және де тексеріп көретін боламыз. Сонымен бастаймыз. Мен негізі осы 3 посылканың ішінде не бар екенін біліп тұрмын, бірақ та ең бірінші мына кішкентайынан бастайық. Бұның ішінде негізі USB кабель болу керек. Міне бұның ішінде осындай USB кабель. Мына жағы басы USB, мына жағы микро USB. Бұның басқа USB кабельдерден айырмашылығы, міне бұның осы кабелі тоқылып жасалынған. Мына кабель негізі өзі тоқтай қара түстен тұрады, ал мына жерінде жағады қосылған әртүрлі түстері бар, көк, сары. Бұның ұзындығы 1 метр. Міне осындай қарапайым USB кабель. Сілтемесі видеоның астында болады. Міне екінші посылка, бұның ішінде міне бұның ішінде сағат. Міне бұның ішінде осындай кварцевый сағат. Міне осындай кварцевый сағат. Мына сағаттың өзі негізгі сары түс. Ремешогы қоңыр. Басқа сағаттарда емес, ыңғайлы, жұмсақ. Істеп тұр сағат. Бірақ қате көрсетіп тұр сағат қазір. Бұлай жақсы жасалынған. Артында пленкасы жабысқан екен. Бұлай сағат өзі жақсы. Оға тақып көрсетейін қазір. Міне қолда осылай тұрады. Егерде кімге осындай сағат керек болатын болса, сілтемесі видеоның астында болады. Ең соңғы посылка, бұның ішінде штатив. Не осындай. Штативтің өзі және де креплениясы бар қасында. Крепленияны көрейік. Мына крепление бұл телефонға арналған. Мына жерін естіп ашып, осы жерге телефонды қыстырып қояды. Бұлай үлкендеуде телефондар жақсы сиятын сияқты. Ұзындығы да жақсы. Ал мына креплениясы бұл экшн камераға арналған. Мынау экшн камераға, мынау телефонға. Міне штативтің өзі, бұл осындай аяқтар майсатын штатив міне. Осындай өйстіп майсат. Осылай тұрады. Міне мына жерде айналады. Мына жерін бай бұрып, жан жаққа бүйтіп айналдыру үшін бұны мына жерін бері қарай бұрып босатады. Сонда босатқан кезде осы бай жеңіл айналады, осылай оңай. Сосын бұны айналдырғаннан кейін кері бұрап, өйстіп қатайтып қоюға болады. Бұл штатив тек қана телефондарда емес, бұл үлкен кәдімгі камераларды ұстайды, бірақ дұрыс
бағытта қоя білу керек. Камера құлап қалмас үшін. Мынаны басына бекітейік. Қазір мынаны бекітеміз. Қазір міне осы телефонды штативке қойып қараймын. Міне достар, мен дәл қазір осы штативке қойып түсіріп отырмын. Штативті қолмен ұстап тұрмын. Неге? Өйткені бұл былай қойған кезде штатив кішкентай болып қалады. Дұрыс анық ештеңе көрінбей қалады. Сондықтан да қолға ұстап түсірмесе, немесе басқа да бір ағаш, егерде бұл штативпен далада түсіретін болсаңыздар, ағашқа бекітіп қоюға да болады. Міне былай жақсы штатив, бағасы да қымбат емес, $2 ма сондай тұрады. Сілтемесі видеоның астында болады. Егер бұндай штатив қажет болатын болса, тапсырыс беріңіздер, жақсы. Міне бүгінге осы 3 посылка, USB кабель, сағат және де осындай штатив болды. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылмасаңыздар, каналға жазыла кетіңіздер. Бүгінге осы, сау болыңыздар.